Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менде үлкен кішіге барлығына бірдей ұнайтын, жұмсақ болып пісетін осындай керемет тамақты жасайтын боламыз. Бізге қажет заттар осы видеода көріп тұрған заттарымыз. Енді етімізден бастап жақсылап турап алатын боламыз. Менде тұздалмаған, мұздап қатырылған ет болатын. Осыны төртбұрыштылап немесе үлкендеу етіп турап алсаңыздар болады. Видеомды соңына дейін көріп, мені қолдап кетсеңіздер. Қазір ораза уақытында әсіресе осы тағамды жасасаңыздар, жеңіл және де диеталыққа жатады. Бұқтырылып піскендіктен өте тойымды, барлығына ұнайтын болады. Етімізді құйрық араластырып турап алдым. Енді пияздарымызды үлкендеу етіп осылай дөңгелектеп турап аламыз. Сәбізімізді де солай тураймыз. Енді ол капусталарымызды осылай үлкен бөліктерге бөліп қана салатын боламыз. Қазанымызға майымызды құйып, керегінше оны қызған кейін етімізді салып, оны кішкене қуырып жібереміз, және де ұзақ қуыруды қажет етпейді. Аздап бір араластырып, жақсылап қуырып алғаннан соң тұзымызды және де дәмдеуіштерді саламыз. Менде дәмдеуіш, әмбебап дәмдеуішті салдым. Немесе өз қалауларыңыз бойынша басқа түрінен салсаңыздар да болады. Енді осы етіміздің үстінен пиязымызды саламыз, және де ретіменен сәбізді, сосын картопты сала отырып, осылай барлық жеріне жайып отырып әдемілеп саламыз. Картопты саламыз, және де үстінен дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Осы видеодағыдай жасап беріңіздер, және де видеоны ұнаса достарыңызға бөлісіп отырсаңыздар болады. Менде тұз, жаңағы универсал приправамыз, және де паприка қостым. Барлығын бір араластырамыз, және де менде кептірілген петрушка болатын, соны салдым. Немесе свежий күйінде турап салсаңыздар да болады. Енді осылай орам жапырақтарымызды, үлкен бөліктерін осылай бетінеп жауып шығатын боламыз. Көбірек салдым. Суы бөлініп, өзінің тамаққа өте дәмді болып шығатын болады. Сол үшін көбірек салсаңыздар болады. Және де 200 граммдай су құямыз. Мінекей капустаны көбірек салдым, және де қақпағын жауып 1 сағатқа жай отта бұқтырып пісіретін боламыз. Мінекей тамағымыз пісіп шықты. Өте керемет болып шыққан. Енді ыдысымызға астынан ең бірінші осы капустамызды сала отырып, тамағымызды әдемілеп дастарханға ұсынатын боламыз. Мінекей тамағымыз, картоптарымыз барлығы езілмей, әдем болып пісіп шыққан. Етіменен картопын араластырып, әдемілеп ыдысымызға салып береміз. Достар, видеом ұнаған болса, менің комментарий жазып, лайк баса кетіңіздер, және де менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Каналымнан көптеген рецептерді таба алатын боласыздар. Барлығыңызға ас болсын. Осылай суынан құйып ұсынсаңыздар болады.